Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен сіздерге Google формада қалай жұмыс жасау керектігі туралы көрсетемін деген болатынмын. Ол үшін Google поисковикті ашып аласыздар. Оң жағында Google-дың мүмкіндіктерін ашасыздар. Осы жерде міне Google дискті басасыздар. Google дисктеріңіз ашылады сіздердің. Создать батырмасын басасыздар. Мына еще деген батырмада Google форма деп тұрады. Осы Google форманы басасыздар. Сол кезде сіздерде мына жаңа форма ашылады. Енді новая форманың атауын жазамыз. Новая форманың атауы, мысалы, 8-ші сынып тест. Тест деп алайық, қай пәннен екенін жазамыз. Әдебиет. Енді бірінші кезекте оқушының аты жөнін жазамыз. Оқушының аты жөні, мына батырманы басып, текст строка дегенді белгілейсіздер. Өйткені мына жерге оқушы өзінің аты жөнін жазады. Және обязательный вопрос дегенді белгілейміз. Енді кезекте біз баптауларға барамыз. Міне настройкаға барамыз. Настройкада мына жерде отправлять форму не более одного раза дегенді басыңыздар. Бір рет жіберіңіздер болды, жетеді жаңағы ссылкаларыңызда. Тесты дегенді барамызда, мына тест деген батырманы белгілейміз. Енді мына жерде егер оқушыларға дайын жауаптары тесттенген көрініп тұрсын десеңіздер, осы батырмаларды басасыздар. Дайын жауаптары көрінбей тұрсын десеңіздер, мына батырманы алып тастасаңыздар болады. Бірақ оқушы тест орындап болғаннан кейін өздерінің балын бірден біліп отыратына, баллы за ответы дегенді белгілесеңіздер, қанша сұрағы дұрыс, қанша бұрыс, соны біліп отырады. Мына батырмалар жаңағы қай сұрағы қате, қай сұрағы дұрыс екенін осы батырмаларды бассақ, оқушы тест аяқталғаннан бірден біліп отырады. Міне сохранить дейміз, баптауларын реттеп алдық. Енді тағы бір мына плюс батырмасын басамызда, сыныпты таңдаймыз. Сыныбы 1 списка деген таңдалады мына жерде батырмада. Енді қай сынып? Мысалы 8-ші сынып. Келесі қосамыз, добавить вариант. 8-ші сынып. Сізде қанша сынып бар мысалыға? 2 сыныпты таңдадым. Обязательный вопрос дегенді міндетті түрде басасыздар. Оқушылар өз сыныптарын таңдайды. Сіз бір мезгілде 2 сыныпқа, 3 сыныпқа осы тестті жіберсеңіз болады. Келесі тестімізді бастаймыз. Ол үшін мен мына Wordта міне дайын тест дайындап қойдым. Міне Wordта тест дайындап алып, осы жерден алып барып қоя берсеңіздер болады. Міне сұрағын қойдық. Енді варианттарын көшіріп апарамыз. Варианттарын көшіреміз, және бұл жерде дұрыс жауабы да белгіленіп тұр, Е деген нұсқа. Міне вариантын қойдық. Міне А, В, С, Д, Е деген 5 варианты бірден түсті. Және дұрыс жауабы Е көріп алдық қой. Ответы дегенді басамызда Е деп белгілеп қоямыз. Бұл оқушыға көрінбейді, бұл өзімізге қана көрінеді. Тексерген кезде қайсысы дұрыс варианты белгілі болу үшін осылайынан правильный ответы дейсіздерді сохранить дейсіздер. Добавить пояснение дегенді міндетті түрде басасыздар. Енді бұл сұраққа біз қанша балл береміз? Міне 1 балл. Готово дейсіздер. Және обязательный вопросты міндетті түрде басасыздар. Бірінші сұрағымыз кетті. Қайтадан плюс батырмасын басасыздар. Екінші сұрақты копировать етесіздер. Екінші сұрақты копировать етіп қоясыздар. Және жауаптарында көшіріп алып кеп осында қоямыз. Бұл жерде дұрыс жауабы А вариант екен.
мына жерге вариант дегенге алып келіп вставить етсеңіздер, 1-ден 5 варианты түседі. Енді ответы дегенді басамыз. А вариантын басамыз. Добавить пояснение, правильный ответ, сохранить дейсіздер. Енді 1-ден осы жерде балл беріп кетеміз, 1 балл. Готово. Обязательный вопрос. Түсіндіңіздер ғой, иә? Дұрыс жауабын белгілейміз. Одан кейін жаңағы добавить пояснение дегенді белгілеп, правильный ответ дегенді басамыз. Балын белгілейміз. Мына жердегі списоктен тест кезінде біз один из списка дегенді белгілейміз. Тест кезінде. Обязательно вопрос дегенді қоюды ұмытпаңыздар. Осылайынан кете береді. Қанша сұрақ қойғыңыз келсе, сонша сұрақты қоясыздар. Келесі кезекте, мысалы, эссе жаз деп мен ТЖБ, БЖБ тапсырмасын осылай құрасам болады. Енді бұл жерде, мына жерде один списка емес, текст абзац деген болады. Осы жерде оқушылар эссе жазса болады. Бұл жерде ответы дегенге біз эссеге қанша балл бергіміз келеді, мысалы 2 балл бергіміз келе ма, 3 балл, мысалы 3 балл бергіміз келеді. Эссе жазғанына 3 балл дейміз. Обязательно вопросты белгілеп қойыңыздар. Енді келесі кезекте бірнеше жауабы бар тест құрастыруларыңыз келеді. Мысалы, мына 3-ші сұрақты алайық. Және осы жерде мына варианттарын көшіріп алып келеміз. Варианттарын көшіріп алып келіп, вставить етеміз. Бұл жерде 3 вариант болуы мүмкін. Мысалы, В, Д, Е. 3 жауап болуы мүмкін. Бұл жерге біз 3 балл береміз. 3 балл береміз. Добавить пояснение, правильный ответ и сохранить дейміз. Және сол кезде мына 3 вариантты бұл жерде, мына жерде один из список таңдаған кезде несколько из список деген таңдайсыздар. Осыны ұмытпаңыздар. Мына жерде бірнеше нұсқаулы тест болса, несколько из списка деген таңдайсыздар. Міне, обязательно вопросты белгілеуді ұмытпаңыздар. Енді тестіңіз бітсе, жаңағы 10 сұрақтан тұратын тест па, 20 сұрақтан тұратын тест па, оны өздеріңіздің шеберліктеріңізге байланысты құрастыра бересіздер. Соңында отправить деген батырманы басасыздар. Мына жерде мына ссылканы басыңыздар. Короткий URL дегенді басыңыздар. Сонда міне сіздерге ссылканы дайындап береді. Осы ссылканы копировать етесіздер да, өздеріңіздің жаңағы WhatsApp вебке оқушыларыңыздың чаттарына бірден жібере қоясыздар. Оқушыларыңыздың чаттарына бірден жібересіздер. Ол 8-ші А сыныбы болуы мүмкін, Б сыныбы болуы мүмкін. Бір уақытта бірнеше сыныпқа жібере аласыздар. Тестті жібермес бұрын оқушыларға түсіндіру жұмыстарын жасап қойсаңыздар да болады. Мысалы, оқушылар осындай уақытта барлығын жиналып отырыңдар, тест болады деген сияқты. Тестті бір мезгілде белгілейсіңдер, бір сендерге 15-20 минут беремін, бірден жауабын жіберіңдер деген сияқты оқушыларға дайындық жұмыстарын жүргізесіздер. Өздеріңіздің кез келген чаттарыңызға жібересіздер, болды. Оқушылар белгілеп қойғаннан кейін сіздерге қайтадан отправка жасайды. Менің WhatsApp вебін ашыла қоймады. Вставить етіп қоя бересіздер ғой WhatsApp вебке. Болды, осылайынан копировать еттік, осылай отправить ете саласыздар. Сонымен сіздердің нелеріңіз, тесттеріңіз оқушыларыңызға барады. Оқушыларыңыз отправить деп белгілеп сіздерге жібергеннен кейін, ол сіздердің Google дисктеріңізге автоматты түрде келеді. Мысалы, мына жерде оқушыларыңыздың чаты деп ойлаңыздар.
осылай ссылкасын жібере саласыздар, болды. Оқушыларыңыздың жауабы сіздерге бірден Google дискке түседі. Ответы дегенге қарайсыздар. Міне мен ТЖБ жасаған оқушыларға өте ыңғайлы. Сіздерге бірден қанша оқушы қалай сұраққа жауап берді, қанша сұраққа жауап берді, қанша сұраққа жауап бере алмады, барлығы сіздерге дайын болып келіп тұрады. Жасап көрсеңіздер болады, құрметті әріптестер. Міне дисктеріңіздің ішінде барлығы осылай сақтаулы тұрады. Бір жасап үлгерсеңіз, үйренсеңіздер, кез келген уақытта тестті құрастыра бересіздер. Қай пәннен болса да. Жақсы, сау болыңыздар, іске сәт жасап, тексеріп көрсеңіздер болады. Және тағы бір айта кететін жайт, әріптестер, мына жерде эссе деген бар ғой, мен жаңа сіздерге көрсеттім ғой, эссе жазу деген кезде. Бұл жерде бал көрсетілмейді. Бұл балды өзіміз тексеріп қойсақ болады. Біз ТЖБ, БЖБ кезінде өзіміз тексеріп қоямыз. Ал мына тесттің барлығына жаңағы нелер жауабы белгілі болып тұрады. Бізге шығып тұрады, қанша алғаны. Тек қана мынау жазатын жерде эссеге ғана балы көрсетілмейді. Жақсы, рахмет, іске сәт. Бір тест құрастырып, түсінбегендеріңіз болса сұрауларыңызға болады. Сау болыңыздар.